Кез келген санның туындысы бізде неге тең еді? Нөлге. Нөлге. X n-ші дәрежеде болса, оның туындысы неге тең бізде? nx nx. n минус 1. Ал түбір астындағы x-тің туындысы 1 бөлінген 2 түбір астында x. Енді бізде келесі туындымыз, қараңыздар, тригонометриялық функциялардың туындысы. Синус x-тің туындысы косинус x болады. Ал косинус x-тің туындысы минус синус x болады. Тангенс x-тің туындысы ол тең болады 1 бөлінген косинус квадрат x. Ал котангенс x-тің туындысы тең минус 1 бөлінген синус квадрат x. Осыған байланысты мысалдар қарастырайық. Бірінші мысал. Он жетіде бірдің асы. Функция берілген. F от x тең 3 синус x қосылған 2 косинус x. Осы функцияның туындысын табайық. F штрих от x тең. Туындысын тапқан кезде біз әрбір қосылғыштың туындысын жеке-жеке табамыз. Яғни 3 синус x туындысы қосылған 2 косинус x-тің туындысы. Енді қараңыздар, жақшаның ішіндегі бізде тұрақты санға бізде тригонометриялық функция көбейтіліп тұр. Алдындағыдай біз мына жердегі 3-ке тиіспейміз. Мына синус x-тің ғана туындысын аламыз. 3 көбейтілген мына синус x-тің туындысы. Ал синус x-тің туындысы неге тең бізде? Косинус x. Косинус x-қа. Косинус x қосылған. Дәл жаңағындай. 2-ге тиіспейміз. 2-ні жазып қоямыз. Минус 2 синус x. Дұрыс. Минус 2 синус x. Мен әзірге былай жазып қояйын. Енді қалды тек мына жердегі минусты, жаңа айтқандағыдай минусты мында жерге. Сонда тең болады 3 косинус x минус 2 синус x. Сонда біздің жауабымыз f штрих от x тең 3 косинус x алынған 2 синус x. Келесі. Нәрсі f от x функциясы тең котангенс x алынған 1. Туындысын табайық. F штрих от x тең. Бізде қараңыздар. Бұл жерде азайғыш пен азайтқыш тұр. Демек, әрбіреуінен туындыны жеке табамыз. Сонда котангенс x-тің туындысын жеке табамыз. Алынған 1-дің туындысын жеке табамыз.
тең. Котангенс x-тің туындысы бізде тең. -1 бөлінген синус квадрат x. Иә, -1 бөлінген синус квадрат x. Алынған неше? 0. 0. 0. Сонда бізде жауабы f штрих от x тең екен тек -1 бөлінген синус квадрат x-қа. Есеп аяқталды. Келесі. Келесі бізде 17-де 2-нің асы. f от x тең 2x қосылған 2 тангенс x. Туындысын табайық. f штрих от x тең. Бұл жерде Екі- бізде X. Ой, 2. жай ғана. 2 қосылған 1 бөлінген косинус квадрат x. Ал мына екімізді ше? 2 бөлінген косинус екі- квадрат x деуге бола ма? Иә, мына жерде 1-дің орнына жаза саласыңдар. Сонда 2 бөлінген косинус квадрат x. Жауабы туындысы бізде тең екен 2 қосылған 2 косинус квадрат x. Есеп аяқталды. Келесі. Әс. f от x тең 4x көбейтілген котангенс x. Туындысын табайық. f штрих от x тең. Бұл жерде қараңыздар. Бұл жерде қараңыздар. Формула. Арасында көбейту тұр, я дұрыс. Формула арқылы туындысын табамыз. Мынау бізде u деп алып, мынаны біз v деп алып, u көбейтілген v-ның туындысын еске түсіреміз. u көбейтілген v-ның туындысы бізде, мұның арасына жазып қояйық. u көбейтілген v-ның туындысы ол тең uv қосылған uv. Мұнда біріншінің туындысы, мұнда екіншінің туындысы. Сонда бізде 4x көбейтілген котангенс x-тің туындысы тең. Қараңдар, мұнда бізде айтады, u-дан туындаласын, v-ны көбейтесің. 4x-тің туындысы неге тең? 4. 4-ге. V-ны көшіріп жазамыз, яғни котангенс x-ті көшіріп жазамыз. Котангенс x. Қосылған. U-ды көшіріп жазамыз, туындысыз тек 4x-ті ғана көбейтеміз v-ның туындысына. V бізде котангенс x, котангенс x-ның туындысы бізде мынау. Жазып қояйық. -1 бөлінген синус квадрат x. Біз туындыны тауып болдық, қалды тек ықшамдау. 4 котангенс x азайтылған 4x-ті бөлшектің алымына шығарып жіберейік. 4x бөлінген синус квадрат x. Есеп аяқталды. Жауабы f штрих от x тең 4 котангенс x алынған 4x бөлінген синус квадрат x. Келесі есепке көшейік. Функцияның туындысының берілген нүктедегі мәнін табу керек. Шешу. А пункті. Функция берілген.
осының туындысын тауып, x-тің орнына, аргументтің орнына пи бөлінген 6-ны қоямыз. f от x функциясы бізде тең косинус x қосылған 1-ге. Туындысы f штрих от x тең болады. Бізде қосу амалы тұр. Демек, қосылғыштардың әрқайсының туындысын жеке-жеке табамыз. Косинус x-тің туындысы бізде минус синус x қосылған, ал 1-дің туындысы неге тең? 0-ге. 0-ге. Сонда біздегі f штрих от x-іміз негізінде тең екен тек минус синус x-қа. Енді табу керек бізге пи бөлінген 6-дағы мәнін. F штрих от пи бөлінген 6 тең минус синус пи бөлінген 6 тең минус пи бөлінген 6-ның синусы неге тең? 30. 2-ден 1. Я 30 градустың синусы 2-ден 1-ге тең. Жауабы 0,15 минусымен. Есеп аяқталды. Келесі. Функциямыз f от x тең тангенс x минус 2. Функцияның пи бөлінген 3-тегі мәнін табамыз. Кәне, өздеріңіз табыңыздар, сосын айтыңыздар жауабын. Сонымен жауабы неге тең? 4-ке емес пе? 2-ге. 2 4-ке. немесе 4. Тексерейік. Туындысын табайық алдымен. f штрих от x тең туындысы 1 бөлінген косинус квадрат x. Енді пи бөлінген 3-тегі мәнін табайық. f штрих от пи бөлінген 3 тең x-тің орнына пи бөлінген 3-ті қойық. 1 бөлінген косинус пи бөлінген 3-тің квадраты тең. Пи бөлінген 3-те косинус неге тең? 2-ден 1. 0,15. Иә, 0,15. Яғни 0,15-тің квадраты. Ол бізде болады. 2-ден 1-дің квадраты неге тең? 4-ден 1. 4-ден 1. Мынаны есептейтін болсаңыздар, сатылы бөлшекті шығады 4. Есеп аяқталды. Жауабы 4. Ағай, ал 2 қайда кетті? Мына 2 ма? Или мына 2 ма? Жоқ, үстіндегі тангенс x дейді, иә. Қара, кез келген санның туындысы 0-ге тең болып кетеді. Мына жерде минус 0 деп тұр. Біз оны жазған жоқпыз. Түсіндің бе? Аха. Жақсы, келесі өшік. Қараңдар, егер мына жерде кез келген осындай функция тұрып, оған мысалы, бір сан қосылып тұрса, кез келген бір сан қосылып тұрса, оның туындысын тапқан кезде, оны ескеріп керегі жоқ. Туындысы бәрібір 0 болып кетеді. Сондықтан біз оны жазбаймыз да, ешқандай мағына жоқ. Келесі шеп. Он 17-те 9-дың асы. Шешу. Функцияның туындысын табу керек. f от x функциясы тең косинус x көбейтілген жашының ішінде косинус x алынған 1-ге. Қалай ойлайсыздар, бұл функцияның туындысын қалай табамыз?
формула бойынша. Қандай В. формуламен? Дұрыс. У көбейтілген В-ның формуласымен табамыз. Жазып қояйық мына жерге. У көбейтілген В-ның туындысы. Ол тең. У-В ортасында қосу. Мұнда біріншінің туындысы, мұнда екіншінің туындысы. Мына жерде бізде U-ның рөлін косинус атқарып тұр, V-ның рөлін косинус X алынған бір атқарып тұр. Мына U, мына V. Осында байық. F штрих от X тең. Қараңдар. Мына жерде U штрих дейді, яғни косинус X-тің туындысы. Ол бізде болады. Минус синус X көбейтілген V дейді. V-ны көшіріп жазамын. V бізде косинус X алынған бір. Плюс формула бойынша U-ды көшіріп жазамыз. Ол бізде косинус X көбейтілген V штрих дейді. Косинус X алынған бірдің туындысы. Ал косинус X алынған бірдің туындысы неге тең? Минус Минус синус X. Дұрыс. Минус синус X тең. Енді ақшамдайық. Біз туындыны тауып болдық. Енді ақшамдайық. Мына жерде жақшаны ашайық. Минус синус X көбейтілген косинус X минус синус X қосылған. Минус синус X-ті минус бірге өткен кезде жегенік синус X болады. Қосу. Мұнда қосу жазып беріп, косинус минус синус X-қа өткен кезде болады минус косинус X көбейтілген синус X тең. Қараңыздар. Мына жерде минус синус X косинус X, мұнда минус косинус X синус X. Екеуі бірдей, демек 2 еселенеді. Теріс таңбамен минус 2 синус X көбейтілген косинус X қосылған синус X. Есеп аяқталды. Жауабы F штрих от X тең минус 2 синус. Мұнда қараңыздар. Мынау бізде формула. Кімнің есінде бұл қандай формула? 2 синус X көбейтілген косинус X. Синус 2х. Дұрыс. Минус синус 2X қосылған синус X. Молодец. Есеп аяқталды. Келесі. Келесі бізде 17-те 11-дің асы. 17-те 11-дің асы. Функция бізде тең. Бөлшектің алымы 3х қосылған 4 бөлінген косинус X. Туындысын табайық. F штрих от X. Туындысын қалай табамыз? U бөлінген Дұрыс. U бөлінген V. Жазып қояйық мына жерге. U бөлінген V. Тең. Формула бойынша U, V арасында азайту. Мұнда біріншінің туындысы, мұнда екінші туындысы. Ал астында бізде V-ның квадраты. Дұрыс. V-ның квадраты. U-дің рөлін атқарып тұр 3х қосылған 4. V-ның рөлін атқарып тұр косинус X. Туындысын табайық. Қараңыздар. U штрих дейді. Яғни 3х қосылған 4-тің туындысы. Ал 3х қосылған 4-тің неге тең? 3. Дұрыс. 3 көбейтілген V дейді. Косинус X. жаз қоямыз. Азайту. Кәне айтыңыздар, не жазамыз сосын? 3х қосылған 4 көбейтілген минус синус X. Көбейтілген минус синус X. Мен синус X деп жазайын да, мына жердегі таңбаны плюске айналдырып жіберейін. Аха. Ал астында не болады? Косинус X
квадрат. Косинус квадрат x болады. Есепті осылай қалдырайық. Жауабы f штрих от x тең 3 косинус x қосылған жақшаның ішіне 3x қосылған 4 синус x бөлінген косинус квадрат x. Есеп аяқталды.